Армысыздар, менің құрметті тыңдармандарым. Канал жұмысының жақсы жүруі үшін осы видеоның астындағы подписаться батырмасын басып тіркелуіңізді сұраймын. Және қоңырауша, бармақша белгілерін де баса кетуіңізді есіңізге саламын. Бүгінгі сіздердің тыңдайтындарыңыз осы жалпы жаратылыстың қалай басталғандығы жайлы Нұрдың бастауы атты қисса. Әу баста мекенсіз, мысалсыз, барлығымен бірлігіне ой жетпейтін Тәңір Тағала Бисмиллахи-рахмани-рахим деді. Ол сөз сол заматта бір тамшы нұрға айналды. Жарық нұр жарқырап шыққан бойда жаратқанға құйқылжытып зікір айтып, қараңғы кеңістікке сәуле шаша бастады. Ұлық Алла ерекше махаббатпен ол нұрға Мұхаммед деп есім берді. Оның есімі Алланы өте көп ұлықтаушы деген мағынаны білдіретін. Осылайша ең бірінші Мұхаммедтің нұры пайда болды. Нұр Құдайдың құдіретімен тауыс құстың бейнесіне енді. Тәңір Тағала: «Ей, менің аяулы нұрым, сен менің мейір махаббатымнан жаралдың, сондықтан мәңгі бақи мейірім шапағаттың сөнбес жарығына айналасың» деді. Осыдан соң нұрдың шұғыласынан ақылды жаратты да: «Ей ақыл, сен менің құлдарыма берген ең ұлы нығметім боласың. Менің шексіз жомарттығымның айқын дәлелі сенсің. Себебі құлдарым дүниенің жасырын сырларын сенің нұрыңмен таниды. Сенің себебіңнен мен әлемдерге рахым нұрын жіберемін. Сенің тынысың рухани ілім болмақ. Көзіңе ятты ұялаттым, тіліңе ақиқатты дарыттым, құлағыңа хикметті сіңірдім, жүрегіңе шапағатты қондырдым, ерік қылауыңа рақымды қосақтадым, басыңа парасатты қойдым, өзіңе сабырды серік еттім. Есіңде болсын, сабырсыз құлға сау ақыл нәсіп болмайды» деді. Сосын Мұхаммедтің нұрының бір ұшқынынан сабырды жаратты да ақылмен қауыштырды. Сабыр да жаралған сәттен бастап Раббысына мақтау мен мадақ айтып, тілін калимаға келтірді. Құдай Тағала екеуіне махаббат назарын төгіп: «Мен енді екеуіңе иман мен таухидты нәсіп етемін. Құлдарым менің бірлігімді екеуің арқылы таниды. Ақылды ерден иман қашып құтылмайды, сабырсыз ерге иман тоқтамайды» деді. Ақылдың көңілі тасып, Алланың ең кемел жаратқан сүйіктісі мен екенмін ғой деп ойлады. Сол кезде Тәңір Тағала: «Ей ақыл, көңілің тасымасын, сен алдымен төбеңе назар сал» деді. Ақыл жоғары қарап еді, толған айдай жайнап тұрған асыл нұрды көрді. Ол жарыққа қарап: «Сен кімсің?» деді тамсанып. Нұр: «Ей ақыл, сен менің шұғыламсың. Тәңірім сені өзінің құлдарына менен нығмет етіп жаратты. Сенің мәртебең менімен ғана өседі» деді. Ақыл: «Сенің атың кім?» деді. «Менің атым Мұхаммед. Жаббар хақ мені өзінің мейірім махаббатынан жаратты. Енді күллі әлем менің нұрымнан өсіп-өніп жан жаққа таралмақшы» деді. Бұдан соң Жаббар хақ ғайыптан
12 дария жаратты. Оның біріншісі әділет дариясы, екіншісі ынсап дариясы, үшіншісі бауырмалдылық дариясы, төртіншісі мейірім дариясы, бесіншісі бекзаттық дариясы, алтыншысы сұлулық дариясы, жетіншісі имандылық дариясы, сегізінші өнер дариясы, тоғызыншы білім дариясы, оныншы ұждан дариясы, 11-ші ізгілік дариясы, 12-ші шапағат дариясы еді. Пайғамбардың нұрын әр дарияға 1000 жылдан малындырып шомылдырды. Нұр дарияның ішінде тұрғанда әр демінде «Ля илаха илалла» деп зікір айтып тұрды. Сөйтіп, нұрды кемел дәрежеден ең кемел сатыға тағы көтерді. Дариядағы барлық ізгілік пен парасат нұрға сіңіп толысты. Ол дариядан шыққан соң Құдай тағала 4 бұтақты бәйтерек жаратып, тауысты теректің үстіне салтанатпен қондырды. Оның басына ләулік тәжін кигізді. Сол кезде нұр жаратушы иесіне тағзым етіп 5 рет сәждеге бас қойды. Кейін бұл ишара 5 уақыт намаздың негізіне айналды. Толықсып тұрған нұрдан тіршіліктің барлық мүшесі жеке дара бөлініп шыға бастады. Алдымен тауыстың денесінен 124 000 тамшы үзіліп түсті. Олар сол мезетте 124 000 пайғамбардың рухына айналып шыға келді.